Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді торттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін блендерден орехімізді өткізіп аламыз. Өткізіп алған жаңғағымызды бір шетке қоя тұрамыз. Енді таза құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарамыз. Сосын көпіргенше миксермен араластырамыз. Осындай көпіршіктер пайда болған кезде қантымызды қосамыз. Тағы да миксермен қантымыз ерігенше араластырамыз. Қантымыз еріді. Осылай массамыз әппақ болған кезде бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосамыз. Сосын осылай силиконды қасықпен майымызды еземіз. Енді миксермен біркелкі болғанша осылай араластырамыз. Араластырып болған соң, жаңағы дайындап қойған жаңғағымызды қосамыз. Араластырып біріктіреміз осылай. Біркелкі араласу үшін осылай миксермен араластырып алсаңыздар да болады. Енді ұн қопсытқышымызды қосамыз. Сосын ұнымызды қосамыз да жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз міне осындай жұмсақ болады. Енді тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды бірдей 6 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігімізді бірден пергамент қағазының үстіне қойып, жұқа етіп жаямыз. Оқтауға жабысып жатса, кішкене ұн сепсеңіздер болады. Енді қамырымызды кез келген осылай тарелкамен кесіп аламыз. Диаметрін қалауыңызша. Ортасындағы бөлігі оңай алыну үшін осылай пышақпен кесіп қоямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 10 минутта пісіріп аламыз. Осылай барлық қамырымызды пісіріп аламыз. Міне осындай корждарымыз дайын болды. Енді кремін дайындаймыз. Таза құрғақ ыдысымызға 33-35% қаймағымызды қосамыз. Үстіне қойылған сүт, яғни варенкамызды қосамыз. Сгущенка қоссаңыздар да болады. Миксермен біркелкі болғанша осылай араластырамыз. Креміміз дайын болды. Осындай сұйық болады. Енді тортымызды жинаймыз. Коржымызды қоямыз, үстіне крем. Осылай кезекпен кезек жинаймыз. Енді тоңазытқышқа 7-8 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыздың шетіндегі қиықтарын блендерге салып, осылай ұнтақ дайындап аламыз.
Бул бизге кийин торттун бетин және жан жагын әсемдеуге кашет болот. Енді торттың бетіне жан жағына жаңағы ұнтағымызды себеміз. Бетін жан жағын және осылай ұнтақпен қаптап қойдым. Енді сәндік үшін менде мұздатылған таңқурайды қойып шықтым осылай. Осымен құрамы ерекше өте дәмді тортымыз дайын болды. Видео рецепт ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.